Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Мұхамеджанова Қарлығаш Қанатбек қызы, Алматы облысы Райымбек ауданы Сауранбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы омыртқалы және омыртқасыз жануарлар. Бүгінгі тақырыпта сендер жануарлардың тағы қандай топтарға бөлінетінін білесіңдер. Кейбір жануарлардың тіршілік ету жағдайына қалай бейімделетінін түсінесіңдер. Ендеше балалар, өткен сабақтағы білімдерімізді еске түсірейік. Біз жануарлардың қандай топтарын білуші едік? Мында суреттегі жануарларды қандай топтарға бөлуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар, құстар, балықтар, жәндіктер, тағы да басқа топтарға бөлуге болады әрине. Ендеше білімімізді қайталап толықтырайық. Жануарлардың мынандай топтары бар: сүтқоректілер, жәндіктер, балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар және құстар. Ендеше балалар, мында суретке мұқият назар аударайық. Астыңғы сөреде жануарлар бейнеленген, ал үстіңгі сөреде олардың қаңқалары. Ендеше ойланып көріңдерші, төртінші жануардың қаңқасы неге жоқ? Жақсы, тағы бір сұрақ. Жануарлардың қаңқасында қызыл сызықпен сызылған ол не? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, ол омыртқа. Ендеше омыртқа туралы нақтырақ айтсақ. Омыртқа сүйек пен бұлшық етті біріктіріп, ұстап тұратын тірек. Алайда жануарлардың бәрінде бірдей омыртқа болмайды. Ал ендеше ойын ойнайық. Мына суреттегі жануарлар мен жәндіктердің қайсында омыртқа жоқ, яғни омыртқасы жоқ жәндіктерді атап, жануарларды атап, оларға тиісті үстіндегі әріптерден сөз құрасақ, омыртқаның негізгі қызметі шығады. Омыртқасыз ұлу, Т әрпі, ара, әрпі, шегіртке, Р әрпі, қоңыз, әрпі, және көбелек, К әрпі. Ендеше бізде қандай сөз шығады? Тірек деген сөз шығады. Ендеше балалар, омыртқаның негізгі қызметі тірек. Ал тірек қаңқасы жоқ жануарларда омыртқа болмайды. Сондықтан оларды омыртқасыздар деп атаймыз. Ендеше балалар, қорытынды еске сақтаймыз. Жануарларды біз тағы да омыртқалылар және омыртқасыздар деп екі топқа бөлеміз. Омыртқалы жануарларға балықтар, бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер, сүтқоректілер және құстар жатады. Ал омыртқасыз жануарларға бунақденелілер, құрттар, ұлулар, өрмекшілер және кейбір теңіз жануарлары жатады. Ендеше балалар, сабақты қорытындылайық. Есте сақтайтын бір мәлімет балалар, кейбір бунақденелілер мен жыландар улы болады. Олардан сақ болайық. Сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма, зерттеу жұмысы. Мектеп алаңынан, немесе саябақтан, немесе үй маңынан қандай омыртқалы және омыртқасыз жануарларды кездестіруге болады. Солардың аттарын анықтап дәптерге жазу. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта не ұнады? Түсініксіз мәселелер болды ма? Сіздерден кері байланыс күтемін.